Экран көрінді ма? Көрінді. Жақсы болды, олай рахмет. Енді қараңыздар, мен қазір тез уақыттарыңызды алмай түсіндірейін. Қараңыздаршы, егер сіздерге айталық осы бизнеске 15 адам келетін болса, сол 15 адам мына тұрған орындарға робот орналастырады. Демек, мынау сіз келгеннен кейінгі орынға адамдар рет-ретімен қараңыздаршы, бірінші 2 адам мында орналасады, 3 мында, 4 мында. Мына 2 тармақты бірдей алып өтеді. Демек, 5 мында, 6 мында. Осы ретпен қараңыздар, 7 мында келді ма, 8 мында келеді. Тура осы орналасу бөтен перелив дейді ғой, спонсорда келетін болса, осылай орналасады. Немесе жақын маңда айталық реклама болады ғой, рекламадан адамдар келетін болса, тура осы ретпен орналасады. Сізден кейінгі орындар бос қалмайды. Ал енді мына жерде бізде $10 бар, төлейтін $10. Осының 2,5% ол 25 цент. Осы сіздің мына $40 төлегеніңіз үшін клуб сізге осы 25 центтен әр адамнан төлейді. Сізден кейінгі орналасқан орындардан өмір бойы сіздерге 25 цент төлейді. Ол қалай? Мысалы, сізден кейін айталық 40 адам келді. Мына жерде ол мейлі рекламадан келсін, мейлі ол өзіңіз шақырған адам болсын, немесе бағанағы перелив деп айтамыз ғой, спонсордан, содан келгенден 40-қа толған кезде әрқайсысына 25 центтан сізге $10 ай сайын үнемі шығып тұрады. Біздің резидуальный бонус немесе пассивный доход дегеніміз осы $10. Қараңыздар, осы $10 сізге қалай толды, сол үнемі ай сайын сізге $10 шығып тұрады. Одан кем болмайды. Неге? Өйткені мына орындар міндетті түрде ай сайын төленіп тұру керек. Төленбеген жағдайда робот адам алмайды ол жерде. Сіздің спонсорыңызды алмайды, ешкім алмайды. Робот көреді, мына орын төленбеген екен деп, сол орын мысалы 6 төленбесе, алады да оны алып тастап, кезектің ең соңына қойып қояды. Шығармайды, клубтан шығармайды. Өйткені сіз $40 төлеп қойдыңыз. Тек қана мына 25 цент ала алмайтындай ең соң кезек қойып қояды. Қайтадан төлесеңіз, қайтадан кезекке тұрып, жаңадан адам жинайсыз. Сол себепті мына ай сайын үнемі міндетті төлеп тұру керек. Дұрысы 1 жылға бірақ төлеп тұрсаңыз жақсы. $20 скидка жасайды, егер 1 жылға бірақ төлесеңіз. Қараңыздар, 400 адам болды деп қояды. Әрқайсысына сізден кейін 25 центтен ол уже $100 болады. Сізге ай сайын үнемі $100 шығып тұрады. Айталық 4000 адам болды деп. Әрқайсысына 25 центтен ол дегеніміз $1000 сізге шығады. Жай ғана есеп. Қараңыздаршы, жай ғана. Осы адам саны сізде қалай көбейе бастайды, осы моменттен бастап сізге ақшалар аз-аздан түсе бастайды. Бірден келесі апалай, прямо $2000 алып кетпейсіз, бірақ мынау $2000-ға жеткенге дейін сіз $10, 100, 500, 1000 ала бересіз. Ол моментке дейін сіз өзіңіз ақшаңызды бәрі түгел қайтарып аласыз. Енді қараңыздар, мына орындар қалай толу керек. Біріншіден, бағанағы перелифті айтамыз, спонсорыңыз егер сіздің активный болып, ол ширинасына бірінші линиясы 100 адам жазса, содан сізге перелиф түседі. Ол жақсы. Екіншіден, рекламадан түседі. Үшіншіден, өзіңіз шақыруыңыз керек. Ал енді сіз жаңадан келдіңіз осы бизнесқа, әлі сізде тәжірибеңіз жоқ. Енді қалай адам шақырамыз? Кімге қалай түсіндіреміз? Презентацияны қалай айтып өтеміз? Немесе жалпы неден бастаймыз? От ең алғашқы осындай сұрақтар мазалайды жаңадан келген адамға. Ол адамдарға бізде қазір оқыту жүйесі жолға қойылған. Өте жақсы, бізде система успех деген оқыту жүйесі бар. Сол оқыту жүйесі жаңадан келген адамдарға өте жақсы, керемет тәжірибесімен бөлісетін лидерлардың сабағы. Мысалы, бізде 20 жылдан артық осындай оқыту жүйесін жолға қойған Қонысбай мырза бар.
сол кісі осы понедельник күні 5-інде сағат 7-тен 8-ге дейін өзінің тәжірибесімен бөліседі. Ол алғашқы аптада бір апта тегін үйретіледі, қалай адам шақыру керек, қалай дұрыс сөйлесу керек, презентация. Ең негізгісі дұрыс шақыру. Соның бәрін түгел көрсетеді, сосын сізге ары қарай сабақ ұнаса, онда сіз айтасыз, мен осыны бір ай үйрендім десе, онда ары қарай бар болғаны аз ғана суммамен соны бастап кетуге болады. Енді қараңыздар, содан сізге қандай табыс болады? Айталық, сіз тренингке қатыстыңыз, бір апта тегін, сосын бір ай қатыстыңыз. Сондағы сіздің келген адам, айталық, бір адам келді, бір адам келді сізге, бір адам, бітті, мен контрактыға отырам, мен істейін деп сізге келді. Ол адамнан сіз, егер $50 тіркесе, сіздің табыс көзіңіз $25. Ең бірінші табысыңыз бір адамна $25. Айталық, сізге адам келмеді басқа. Сосын екінші, бірінші табыс көзі болса, екінші табыс көзі, сол адамнан сіз ай сайын $110 алып отырасыз. Бұны ай сайын, жыл сайын, ондаған жылдар осы $110 ай сайын сол. Потому что сіз сол адам шақырдыңыз, сіз тіркедіңіз, сіздің реферальный ссылкаңызға тіркелген. Енді қараңыздар, үшінші табыс көзі бар. Осы адамыңыз сіздің ертең күні үнемі $10 төлеп тұрса, айталық, жобамен бір 3 жылда мына адамыңыз $2000 табыс табады. Ол адам шақырмаса да, продукция алмаса да, маркетинг планмен $2000 алған кезде сіз үнемі $1000 алып отырасыз. $1000 ай сайын 50% қой. Қараңыздар, бұл 50% чек от чека деген бізде бонус бар. Чек от чека, сол кісінің, бағана сіздің жалғыз кісіңіздің резидуальный бонусынан 50% алып отырасыз. Сонда $1000 айына аласыз, ай сайын. Оның сыртында сіз өзіңіздің $2000 бар. Қараңыздар, мына бір адамды шақыру үшін сіздің қанша еңбегіңіз кетті, қанша ақпаратыңыз кетті, қанша сіздің единицаңыз кетті, соның барлығы мына $1000 ақталады. Өйткені сіз жылына $12000 алып отырасыз осы бір адамнан. Мына мысал сіздерге осы клуб Livgood'тың артықшылығын көрсететін мысал. Кез келген сетевикке көрсетіңіз. Айтады ғой, маған маркетинг түсіндірші, бір қысқаша дейді ғой. Қысқаша осы мен айтып өткен мысалды айтатын болсаңыз, кез келген сетевикқа, егер оның маркетингті жақсы түсінетін адам болса, бірден ұнайды. Өйткені мынандай маркетинг әлі болған жоқ. Сондықтан сіз тіпті бір адамның өзінен жылына $12000 алатындай мүмкіндік бар. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз міндетті түрде оқуымыз керек. Міндетті түрде бағанағы тренингке қатысуымыз керек, конференцияға қатысуымыз керек. Таңертең сағат 7-те басталады тренинг, 8-де презентация, 9-да, кешкі сағат 21:00. Бұның барлығы сіздер үшін арналған оқу әдістемесі. Кім осы бизнесті тез меңгереді, тез үйренеді, сол адам табысқа тез шығады. Сондықтан барлық жағдай сіздерге жасалынған. Сол ертеңгі тренингке тегін, таңертең 7-те ссылкасы осы телеграм чатта болады. Соған қатыссаңыз, уже бір аптада түсінесіз, керек па, керек емес па. Ол тегін, бір апта. Ары қарай өзіңіз шешесіз. Сондықтан соған таңертеңгі 1 сағат уақыттаңыз бөлсеңіз, ертең күні сіз өте тез арада осы бизнестің қыр-сырын меңгеріп, бриллиант статусына жетуге мүмкіндік бар. Енді қараңыз, бағанағы жалғыз адамыңыз, мен $2000 алғым келмейді деді, $2000 алып жүр ғой. Маған ары қарай өсем. Маған бронза болам десе, ол бронза болған кезде $2000 алады. Сіз сол бронзадан ол 4000 алады, сіз 2000 аласыз.
егер ол золото болса, ол 8 мың алады, сіз 4 мың аласыз. Мысалы, ол адамыңыз, сіз жалғыз адамыңыз бриллиант болды. Бриллиант болған кезде ол 16 мың доллар чек от чек, резидуальный бонус аласыз. Сіз осыдан 50% чек от чека 8 мың доллар ай сайын үнемі алып отырасыз. Қараңызшы. Осыны көбейтеміз 12 айға, бір жылға ғой енді 12 ай. Сонда сіздің табысыңыз 96 мың доллар жылына. Осы бір адамнан аласыз. Мынаны жай ғана есептеп өзіңіз көрсеңіз болады. Қараңыз, 96 мың доллар келетін табыс сізге қандай жолмен келеді? Мүмкін сіз осы бриллиант болатын адамыңызды бір ай іздейсіз, мүмкін 2 ай, мүмкін бір апта іздейсіз, біз білмейміз ғой, қандай адам бриллиант болатын, былай сырттан біз тани алмаймыз. Сондықтан біз адамдарды көп деп шақырамыз. Соның ішінде тіпті бір адамымыз істеп кеткен жағдайда сіз ертеңгі күні Алла бұйыртса жылына 96 мың доллар алып отырасыз. Бұл сіздің бір ғана бонусыңыз. Оның сыртында өзіңіздің 2 мың долларыңыз бар ғой. Оның 24 мың доллар болады жылына. Сонда 120 мың әкепті. Даже бір адам сізден осындай табыс көзін табуға болады, көрдіңіз ба? Ал енді сізге мынандай сұрақ. Сіз осы бриллиантты табу үшін қандай іс-әрекетке дайынсыз? Қандай тренингке баруға, қандай ақша төлеуге дайынсыз? Осы бриллиантты табу үшін қандай іс-әрекетке шешім қабылдайсыз? Қандай конференцияға баруға дайынсыз? Мәселе сода. Қанша уақыт бөлуге дайынсыз? Осы бір бриллиант келу үшін. Осыны өзіңізге сұрақ қойсаңыз, сонда бәрі белгілі болады. Жоқ, мен 2 мың доллар маған жетеді, мен сол 2 мың доллармен қанағатпын десең, оны да сіз өзіңіз білесіз. Әркімнің өзінің қалауы. Енді әрине, қазіргі заманда барлық ақшаға тіреліп тұрған бір заман. Біз баяғыда кішкентай кезімізде айтатын бізге, мәселе ақшада емес деп айтатын. Өкінішке орай бүгінгі күні бәрі мәселеге осы ақшаға тіреліп тұр. Ақшаңыз болса, сіздің денсаулығыңыз мықты болады. Ақшаңыз болса, жақсы машина мінесіз. Ақшаңыз болса, сіз жақсы үйде тұрасыз. Ақшаңыз болса, балаларыңызды шетелде оқытасыз. Ақшаңыз болса, немерелеріңізді жақсы мектепке оқуға, курсқа бересіз. Ақшаңыз болса, сіз семьяңызды, жанұяңызды алып, шетелге болмағанда жылына 1 рет, әйтпесе 2-3 рет демалып қайтасыз. Әрине, мен 100% ақшаға байланысты деп айтпаймын. 80% қазір ақшаға тіреліп тұрған сондай заман. Сол ақшаны сіз осы бизнестен таба аласыз. Мен оған кәміл сенемін. Оған мен көзім жетті. Бүгінгі күні біздің лидерларымыз өте жақсы ақша тауып тұр. Мен қазір сіздерге бір адамдық қой, енді арамызда адамдар бар. Мен ол бір адаммен енді отырмаймын ғой, мен бір адам бетіне қарап. Маған команда құрамын, мен 2 адам, 3 адам шақырамын дейді. Енді 2 адаммен сіз бронзада қалып қоясыз. 2 адаммен статус өспейді. Статус өскен сайын сізде табыс көзі өседі. Оны мен қазір сізге көрсетемін. Егер де кемінде 3 адам болса, қанша табыс көзі болады? Давайте соны есептеп көрейік. Қараңыздар. 3 адам болған жағдайда есептейік. Қараңыз, сізге 3 активный адам келді. Бірінші аптада сіз 75 доллар алғайсынан 25 доллар алғанда 75 доллар алдыңыз. Ары қарай сіз командаңызға көмектесесіз, адам шақырмайсыз. Тек командаңызға дубликация жасауды көрсетесіз. 3 адам 3-тен, әрқайсысы 3-тен шақырып отырады да, соны қазір апта сайын есептеп көреміз. Сонда қараңыз, 2-ші аптада сізде 9 адам болады. Әрқайсысынан 5 доллардан аласыз, өйткені тереңдеген сайын сіздің проценттер азаяды. Адам саны көбейеді, процент азаяды. Енді есептеп көріңіз. 9 адамнан 5 доллардан 45, сосын 27 адамнан 2,5 доллардан аласыз, 68 доллар. Көрдіңіздер ме? Ортасында процент 5, 5, 3, 2, 2, 1, 1 деп кетеді.
80 адам $2,5 $200, 240 адам $1,5 $360, 720 720, 2100 2100, 6300 6300, ой, 3150, 19 адамнан 50 центтен 8500, 57 адамнан 50 центтен 28500. Жалпы сомасы $43,700. Сонда жобамен 21 миллион теңге болады. 10 аптада. Мынау апталық сізге көрсеткіш. Енді бұл сандар жай ғана көрсеткіш емес, бұл результат. Біздің жоғарғы тәлімгерлеріміздің результаты. Айталық, бізде енді Қазақстанда білесіздер, біздің жоғарғы тәлімгеріміз бар, Марат Айкешев деген. Сол кісі тура 2,5 айда немесе 10 аптада бриллиант статусын жапты да $20,000 доходқа шықты. Енді бұл рекорд емес. Рекорд 3 аптада жасаған бриллиант жапқан адам бар. 3 аптада, 21 күнде. Сонда қарасаңыздар, әр адамның өзінің белгілі бір жылдамдығы болады. Егер де сіздің жылдамдығыңыз сабаққа тез қатысып, өзіңіз активно істеп, командаңыз жақсы істейтін болса, осы көрсеткіш сізде қайталай аласыз. Бұл егер де 3 адам болған жағдайда, 3 адам болған кезде сізде статус өседі. Қараңыздар, 2 адамда бронза болады ғой, ол 2 поколениядан алады. Серебро болсаңыз, сіз 4 тереңдіктен аласыз, 4 поколениядан аласыз. Золото 6 поколениядан, платина 8, бриллиант 10 поколение алады. Тура осы 3 адам дубликация жасайтын болса, сіз бриллиант статусын жабасыз. Оның үстінде сіз еще дүниежүзілік товар айналымынан 2%, примерно $3,000 бриллиантовый пул деген бар, соны аласыз. Оның сыртында мына бағанаға реклама арқылы сіздің мынау орындарын түгел толатын болса, 15-ші поколениеде сіз $16,000 ай сайын резидуальный бонус аласыз. Пассивный доход. Бұл егерде сізде 3 адам болған жағдайда. Ал егерде сізде 4 адам болған жағдайда қалай болады, есептеп көрейік. Қараңыздар. Бұның біз уақытын айға есептейік та, енді аптаға демеймін. Ай. Бірінші айда сізде 4 адам келді, $25-дан $100 табыс таптыңыз, Мұнан жай ғана мектептің оқушысы есептей алады. Калькуляторға салып. Қараңыздар. Екінші аптада сіздің 4 адамыз 4-тен шақырғанда 16, $5-дан $80 алдыңыз, 64 адам $2,5-дан $160, 250 адам $2,5-дан $625, 1000 адам $1,5-дан $1,500, 4000, 4000, 16000, 16000, 64 адам 50 центтен 32000, 256 адам 50 центтен 128000, 1 миллион адамнан 500 мың 50 центтен. Сонда жалпы сомасы $682,000 болады. 10 айда. Ал енді бұл тек қана жай сан емес, тағы да айтам. Бұл біздің жоғарғы лидерларымыздың, осы клуб Лигутта істеген адамдардың, лидерлардың результаты. Мысалы, Тим Миллер деген біздің Америкадағы спонсорымыз бар. Сол кісі осы бизнесті бастаған кезде жай ғана мүгедек адам. Үйі жоқ, күйі жоқ, ақшасы жоқ, интернеті жоқ, телефоны жоқ. Қилалы. Сол осы бизнесті бастаған кезде, так, микрофонды өшіріп қояйық. Қараңыздар. Интернет жоқ болса да, телефон жоқ болса да, қарындасының үйіне барады да, интернет қолдану арқылы күнде реклама салады Фейсбукқа, күнде, осылай либгут деп. 5 айда коронованный бриллиант статусын жабады да, сол коронованный бриллиант болған айдан бастап, 5-ші айдан бастап, мына жерден 5-ші айда міне $100,000 айлыққа шығады. 5-ші айдан қазір осы уақытқа дейін ай сайын $100,000 алады. Мен сіздерге есептегенде мұнда 5 айда $1,500 есептедім. $1,500, значит, ол өте дұрыс көрсеткіш. Ал Тим Миллер 5-ші айдан бастап $100,000 ала бастады. Сонда 1 жылдық табысы
1 миллион 200 мың. Ол долларовый миллионер деген сөз, жылдық табыс есептеледі. Сонда қараңыздар, компания істегелі бар болған 5-ші айдан бастап уже 100 мың доллар доходқа шықты. Демек, бұның маркетинг керемет, жеңіл маркетинг қой. Мына жерде енді ойлаңыздар, қазір 10 айда уже 1 миллион доллар табады, мысалы. Мен 682 мың дедім. Бірақ коронованный бриллиант болу үшін сізге 4 адам жеткіліксіз. Кемінде сіз 5 ветка активный болу керек. 5 ветка активный болса, сонда коронованный бриллиант боласыз. Соны есептеп көрейік, 5 ветка болса қалай болар еді. Мұны да айға есептейміз. Бірінші айда 5 адам 25 доллардан аласыз. Келді, сізге 125 доллар. Екінші айда әрқайсысы 5-5-тен шақырғанда 25 адам болады. Ол кезде сіз 5 доллардан аласыз әрқайсысынан. Екінші поколение ғой. 125, үшінші поколениядан 2,5 доллардан аласыз, 125 адамнан. 312, 600 адам 2,5 доллардан 1,5, 3000 адам 1,5 доллардан 4,5 мың, 15 мың, 15 мың, 75 мың, 75 мың, 1 доллардан 375 мыңна 50 центтен 187 мың 500, 1 миллион 875 мыңнан 937 мың, 9 миллион 375 мыңнан 50 центтен 4 миллион 687 мың. Жалпы сомасы 10 айда 5 миллион 900 мың, почти 6 миллион доллар. Бұл егерде сізде 5 адам активно бірін-бірі қайталап дубликация жасаған жағдайда. Енді біз өзіміздің кабинетімізден таблица лидеров дегенді ашамыз. Ол жерде таблица лидерді қарасаңыздар, кім осындай бірінші линиясына қанша көп адам шақырды, соның рейтингі бар. Сол таблицаны көретін болсаңыздар, 3 адам емес, 5 адам емес, ол жерде қазір мен сізге мынандай таблица лидер бар. Қараңыздар. Джеффри деген американдық бар, бірінші линиясына 1262 адам шақырған. Тим Миллер 307 адам. Марат Такеш 140 адам шақырған. Өткен айдағы көрсеткіш. Осы айда тағы қосылған шығар. Сонда қараңыздар. Біз 2 адам шақыруға қиналамыз. 2 адам шақыруға ұяламыз. Мына кісілер 1262, 307, Марат Такеш 140 адам. Сонда қараңыздар, мен сіздерге қазір 5 адамның активно істеген кезде мынандай табыс, мына кісілерде қандай табыс болады? Бұлардікі әшейін ғана результат, өйткені осы 1-2 ай бұрын Вьетнамнан адамдар қосылды бізде. Вьетнамның адамдары, мына Тан деген вьетнамдық 2510 адам шақырды бірінші линиясында, 1 айдың көлемінде. Ал енді осы Тан деген вьетнамның минимум ең аз алатын табыс көзін есептейікші, 2500 адам дейік. 2500 адам, ол кісіде маркетинг план бойынша 2500 адам түгел 2000 доллар алады. Тан солардан чек от чека 1000 доллар алады. Бұл ең аз табысы. Сонда қарасаңыздар 2,5 миллион доллар 3-4 жылда Тан 2,5 миллион доллар айына алады, тек қана бір бонустан. Чек от чека от первой линии, бірінші тармақтан алады. Ал чек от чека бұл тағыда 5 тереңдікке дейін, 5 поколенияға дейін 23% тағылады. Біріншісіне 50 ғой. Қалған тереңді адамды саны көбейді, білдіңіздер ғой, төмен деген сан адам көбейді. Сонда бұл адамның, мен білмеймін қанша, 10 миллион алама, одан көп алама, оны енді уақыт көрсетеді, бәріміз куә боламыз, Алла бұйыртса. Но сіздің жағдайыңыз қандай қазір? Сізде ширинада қанша адам бар? Мәселе сода. Бұл кісілер өздерінің болашақта миллион алатын табысының фундаментін жасап қойды. Фундамент мықты болса, үй мықты болады. Фундаментіңіз бірақ қана таста тұрса, онда енді табыс көзіңіз аз болады. Мына кісілердің фундаменті 1 адам, 2 адам емес, 5 адам емес, 100 адам емес, бұларды мыңдап кеткен ғой. Сондықтан сізге ең тиімдісі
ширина. Ширина дегенimiz өзіңізге тікелей жаза бересіз адамдардың бәрін. Бірінші линияға 100 адам, 500 адамға дейін өзіңіз жаза берсеңіз болады. Мына кісі 2500 адам жазып тұр ғой. Жарайды, 500 демей ақ қойыншы. Бір 30-40 адам болса, сіз уже кәдімгідей табыс көзін табасыз. 30 адам болса, сізде золотаңыз жабылады. Әрқайсысы 3-тен шақырған кезде 100 адамға толса, золотаңыз жабылып береді. Золотаның өзі қазір примерно 100 000 теңге айына пассивный доходқа шығады. Сондықтан сізге шешім қабылдау керек. Егер шынымен де қолыңыздан келмей жатса, адамдармен сөйлесіп білмесеңіз, онда тренинг тұр. Тренинг ол сіздерге мына лидерлардың бірнеше жыл жинаған, 20-25 жыл жинаған тәжірибесін сізге 1 сағаттың көлемінде айтып өтеді. 1 айдың көлемінде сіз соның барлығын меңгеріп шығасыз. Сондықтан сондай тренингтерге қатысыңыздар. Ол сіздер үшін. Бұл неге мен оны айтып отырмын? Өйткені бұл қазір жай ғана ең бастамасының басы. Ертең күні осы жерде, осы клубта келесі жылы Алла бұйырса бір 3 миллион адам тұрады. 5-6 жылда 10 миллион адам тұрады. Олардың барлығы қайда барады? Сізден кейінгі бос орындарға орналасады. Сол бос орындарда сіздің жай ғана пирліктен түскен адамдар, олар 25 центтен аласыз. Қараңыз. Егер сіздің адамыңыз емес болса, мынаны түсініңіздерші, міне перелив бөтен адам болса, сіз 25 цент аласыз. Егер де сіздің личник болса, сіз $25 аласыз. Мына личник болса, $25 бір аласыз. Сосын осы адамнан личнигіңіз болса, ертең күні $1000 аласыз. Қайсысы сізге тиімді? Жай ғана спонсорыңыздан күтіп келген перлив жақсы ма? Жоқ, әлде личник болған дұрыс па? Әрине, сізге личник болса, табысыңыз 100 есе өсіп тұр ғой. Перлифті күтпеңіздер. Ол бірақ болады. Перлив деген сізге берген, қалай айтсам болады, бір әшейін клубтан беретін тиын ғана ғой. $2000 деген ол кезде жан-жағыңызға қарасаңыз, сіз $2000 мен отырып қалсаңыз, сізге тиын беріледі да. Сол кезде риза болмайсыз соған. Сол кезде сіз айтасыз, мен сол кезде бір тренингтерге қатысасам керек, конференцияға барасам керек, ең болмағанда бір $10,000 алатын едім деп жүрсіз. Сол өкініш болмау үшін сіз бүгіннен бастап шешім қабылдаңыз, сабақтарға қатысыңыз, активді команда құрыңыз. Сізде даже 3 адам істеп кетсе, 3 адам сіз бриллиантқа барасыз. Сондықтан шешімді бүгін өзіңізге қабылдаңыз. Мақсаттарыңыз жазыңыз. Көрдіңіздер, личник болған күнде сіз даже рекламаға қатысасыз ғой, осы рекламаға. Соған сіз $10 төлесеңіз, рекламаға $10. Сізге личник келеді. Өзіңіз $10 төледіңіз бе? Анау клиент келеді. Қараңыздар, бұл жерде сізге клиент келеді. Просто клиент. Продуктыға $10 төлейді, сіз $5 аласыз осы адамның. Бірақ бұл сіздің личнигіңіз. Сіздің статус жабуға көмектесетін адам саны. Мысалы, сізге айталық, золото алуға 10 адам жетпей тұрса, 10 клиент келсе сізге тікелей сіздің ссылкаңызбен, сіз 10 адам осымен толып кетеді, сіз 500-ге толтырып, 500 еттім ғой. Егер платина болса, 500-ге толтырып, платина. Немесе золотоға 10 адам жетпей тұрса, осы 10 клиент келсе, сіздің реферальный ссылкаңызбен есептеледі, сіздің статусыңыз жабылады.
Сондықтан мынау маңызды. Ертеңгі күні сіз осы клубқа келіп айталық $2000 алсаңыз, жай ғана қазіргі күнге есептеп көріңізші. Бірінші не істейтін едіңіз? Бірінші әрине қаржылық қандай да проблеманың бәрін шеше аласыз. Кредит болса жабасыз, қарыз болса бересіз, иә. Балаларды оқыту керек болса срочно, соның бәрін төлеп болған кезде сізге ай сайын келесі айда тағы $2000 шығып тұрады. Сіз бәрін жауып тастадыңыз. Сізге айталық $1 миллион шығып тұрады. Вот сол кезде не істейсіз? Мақсатты солай қойыңыздар. Ертең күні мен осы бизнесті активно істеймін. $1 миллион алған кезде ол ай сайын шығып тұратын $1 миллион ғой. Бір рет емес қой ол. Жылына $12 миллион аласыз. Ол кезге дейін компанияда сізге өнім, денсаулыққа қажетті өнімнің сыртында ассортимент көбейеді ғой. Оның сыртында сізге киім-кешек сапалы, брендовый, иә, мысалы итальянский обувь дейді, мысалға айтып отырған ғой. Сондайлар сіз уже соған көзіңіз түседі. Сондай заттар осы клубта болады. Оның сыртында бытовая техника болады, сапасы жоғары, бағасы арзан. Келесі жылға Алла бұйырса туризм қосылады. Сіз осыдан тапқан табысыңызға сіз уже бағананың барын жауып тастадыңыз. Бүгін жазып қойыңызшы, мысалы ана кредитті жаптыңыз, екінші кредитті жаптыңыз, там киім-кешектің бәрін түгел өзгерттіңіз, гардеробты түгел жаңарттыңыз, бытовая техниканы түгел жаңарттыңыз. Одан кейін сізге шетелге шығуға мүмкіндік туады. Сондықтан бұл осы клубтың мүмкіндігі бүгін өте жақсы, керемет, 100 жылда бір болатын мүмкіндік. Мен осы клубта істеп, осының бір жарнамасын жасап тұрған жоқпын. Мен шынымен айтып тұрмын, осы клубтың мүмкіншілігі жалпы адамзат баласына берілген бірден бір мүмкіндік. Білесіздер ғой, жалпы өмірде сіздерге әрқашан бір мүмкіндік туып тұрады. Сол мүмкіндікті шап беріп ұстап, соны ары қарай сіз дамыта алсаңыз, сол мүмкіндікті пайдалана алсаңыз, ол шынымен де өте жақсы болашақта өте жақсы өмірге алып келеді. Live Good'тың айырмашылығы, аудармасы жақсы өмір сүру деген мағынаны білдіреді. Сіз осында келдіңіз бе, демек сіздің өміріңіз Алла бұйырса жақсарады. Ол үшін не істейміз? Ол үшін $10 ай сайын спонсорыңызды айқайлатпай, ұрыспай, қақсатпай, ертерек төлеп тастаңыз. Соңғы күнге, соңғы минутқа апармай $10 төлеңіз. Ең бірінші шарты сол, негізгі шарты сол. Кім $10 уақытысына төледі, сол адам ең жақсы адам осы клубта, ең жақсы партнер. Сізге басқа ешқандай шарт жоқ. Сіз $10 төлеп қойып, $100 төлеп қойыңызда 12 ай спокойно жүре беріңізші. Сонда $10-ыңыздың сіздің ертеңгі күні 3-4 жылда сізге айына $1 миллион әкеледі. Ал енді жоқ, мен оны 3-4 жыл күтпей, маған ақша қазір керек дегендер, пожалуйста, тренинг бар, конференция бар, презентация, спонсорыңыз бар. Спонсорыңыз жауап бермей жатыр ма? Ол да егер пассивный болса, оның жоғары жағында тағы спонсорыңыз бар. Сіздің жоғары қарай сіз бриллиантқа дейінгі спонсорский линияңызды білу керек. Сіз өткенде осы жақында ғана бізде мықты бір лидер келді. Маған ол уже бұрыннан істейді, жаңадан келді осы. Сол сразу айтты: менің бизнес іштеуім үшін мен спонсорский линиямды білуім керек. Мысалы, мен жауап бере алмай қалдым, мен мысалы бір жаққа кетіп қалдым, интернет жоқ, срочно алатта үстіндегі спонсорға. Сіз бүгін өзіңіздің спонсорский линияңызды біліп алыңыз. 7 ата деп айтады ғой. Хотя бриллиантқа дейінгі линияңызды біліңіз. Сонда сізде ешқандай сұраққа жауапсыз қалмайды сұрағыңыз. Барлық сұраққа 100% жауап аласыз.
Сондықтан бүгінгі күні сіз өзіңіздің спонсорский линияңызды біліңіз. Тікелей спонсордан сұраңыз, болмаса оның үстінде барлығында жазылған, сіздің кабинетіңізде тікелей жазылған, сосын бірінші платина жазылған, телефон номері бар. Сол арқылы сіз өзіңіздің осы бизнеске қатысты кез келген сұрағыңызды қойып, жауабыңызды алып, бриллиантқа жетуге мүмкіндік бар. Мен сіздерге шын көңілден тілеймін, осы клубтың бар мүмкіншілігін пайдаланып. Қазақстанда мысалы 20 миллион адам бар. 20 миллион адамға жететін табыс көзі бар мұнда. 20 миллион деген түк емес, өйткені бұйыртса ертеңгі күні бұл клубқа 30, 40, 50, 100 миллион адам келеді. Мәселе сол адамдардың кім қаншаншы орында тұр, қай уақытта тіркелді. 1 минут ерте тіркелсеңіз, значит сізден кейін келетін адамнан сіз 1 минут ерте келсеңіз, значит 1 минут сол $2000 жетесіз. Мәселе уақытта, мәселе сіздің қанша туысыңыз осы бизнесте жүр. Тек қана өзіңіз ғана емес, сіздің айналаңызда осы клубтың беретін шексіз табысын алуға мүмкіндікті бәріне беру керек. Ол үшін тренингке қатысыңыз. Ол үшін список жасаңыз. Кімге жақсылық тілейсіз? Соның бәрін список жасаңыз да, дайындап қойыңыз да, сосын оларды дұрыс шақыруды тренинг үйретеді сізге. Қанша сөз айтуды, қандай адамға, бизнесменге қалай айтасыз, жай ғана мұғалімге қалай айтасыз, немесе кәдімгі врачқа қалай айтасыз. Соның бәрі түгел үйретіледі. Әрбір қадамыңыз үйретіледі. Сондықтан мен енді ойлаймын, осындай табыс көзін сіздерде алуға құқықтарыңыз бар. Сіздерде осы клубтың беріп тұрған бағанағы өңіміз емес, түсімізге кірмеген $1,000,000 алатындай мүмкіндік бар. Мен ойлаймын, осы чатта отырған әрбір адам сол $1,000,000 алуға лайықты деп ойлаймын. Уақыты келді деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі мынау 1 сағаттай тыңдап, көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Барлықтарыңызға табысты болыңыздар, бриллиант болыңыздар. Осы жылдың аяғына дейін 2024 жыл өте табысты жыл деп айтып жатады. Енді болмады дегенде, тіпті болмады дегенде, осы клуб сізді құр қол қайтармайды. Болмады дегенде $2000 береді. Түк істемеген адамға айына $1 миллион сыйақы береді. Ол енді примерно 3-4 жылда, енді ол да тез. Елдер 40 жыл пенсияны күтіп жүреді ғой, оның жанында 3-4 жыл деген өте аз уақытта сіз $1 миллион шығуға мүмкіндік бар. Сол табыстың бәріне ие болыңыздар, табысты болыңыздар. Тағы да айтам, көңіл қойып тыңдағаныңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Біз осымен эфирімізді аяқтайық. Бриллиант болыңыздар, бай болыңыздар, қуатты болыңыздар, табысты болыңыздар. Сау болыңыздар.